Сіз жауынгерлік корабльде арнайы өрт сөндіру жасағының болмайтынын білесіз. Өйткені экипаж құрамындағы әр теңізші кеменің өміршеңдігін сақтау жолдарын жетік біледі. Олар кәсіби біліктілігін ақтаудағы оқу-жаттығу станциясында пысықтайды. Әскери су көлігінің ішкі бөлігін айна-қатесіз қайталайтын кешенде тілшілер үшін пресс-тур өтті. Журналистер от пен судың ортасында болып тілсіз жаудың бетін қайтаруға арналған жаттығуларға қатысты. Қаламын өрт сөндіру баллоны мен аквалангқа ауыстырған әріптесім Талғат Исламұлы әңгімелейді. Жалынға төзімді костюм киіп, өрт сөндіргіш баллон көтеріп жеткенімізше, өрт каюта үшін жайлап алды. Түтін сасып, бет қартар ыстықта жан-жағында бағдарлау мүмкін емес. Сондықтан соңыма келген әріптесім көбікті қай жаққа шашу керектігін оң немесе сол иығынан қағу арқылы бағыттап отыр. Бұл жаттығудың барлық ережелерін сақтап, тез өттік. Ал кеменің су көрген бөлігінде біраз бөгілуге тура келді. Тесілген жерде ағашпен бітеп, еңсемізді енді тіктей бергенімізде, теңіз суы басқа жерден атпай жөнеледі. Қысымы қатта тілсіз жаудың бетін қарсы қабырғаға темір діңгек тіреп, тақта қойып қайтару біраз күш қажет етеді екен. Қазақстандық әскери теңізшілер заманауи үлгідегі су асты тыныс алу аппараттарымен жарақтанған. 20 метрге дейін тереңдікке түсуге мүмкіндік беретін акваланг арқалаған сүңгуір дыбыссыз қимылдап жауынгерлік тапсырманы орындайды. Әрине журналистің мұндай межеге жету үшін уақыт пен дайындық қажет. Сондықтан біздерге тереңдігі кісі бойынан аспайтын теңіз жағалауын шарлауға тура келді. Салмағы 23 келілік акваланг арқалап теңіз түбіне түскеннен гөрі қолыңа ескек алып қайыққа мінудің әсері әлде қайда басымырақ. Әскери теңізшінің судағы өмірі осы сәттен басталады деген сөздің растығына дәл қазір көзім жетіп отыр. Расында да Болат кемеде Каспийдің тулаған толқындарының әсері онша сезіле қоймайды. Ескекті қайық әскери теңізші үшін суда жүзуге арналған басты құралы. Бір адамдай қимылдап ескек езу экипаж мүшелерінің ауызбіршілігін арттырады. Ең бастысы теңіз ауруына шалдыққан адам желді күндері қайыққа мінсе, сырқаттан тез айығады деп қалжыңдайды теңізшілер. Өжет зымыранды артиллериялық корабліне мініп ашық теңізге шықтық. Бізден 2 миль қашықтықта Қазақстан әскери теңіз күштерінің тапсырысымен Ресейде жасалған Алатау минататқыш кораблі келе жатыр. Санаулы минуттардан соң оның палубасына көтеріліп, құрылысына заманауи технологиялар қолданылған кеменің басты артықшылықтарымен танысатын боламыз. Мина жойғыш кеме қазақстандық әскери теңіз күштерінің қатарын толықтырған алғашқы діңгекті тральшы. Құрылысына пластик әйнек қолданылуымен корабльдің магниттігі азайды. Сәйкесінше теңізде жарылғыш заттарды тауып, жою қабілеті өзгелермен салыстырғанда әлде қайда басым. Сегодня армия уже не та армия 90-х годов. Қазақстан армиясы тәуелсіздік жылдары қуатты әскери құрылымға айналды. Теңіз флотымызға кемелер мен жүрдек қайықтар 100% отандық зауытта құрастырылған. Таяу жылдары көлемі мен қару-жарағы қолданыстағы су көліктерінен бірнеше есе артық су ығыстыру салмағы 0,5 мың тоннадан асатын алып корабльдер құрастыруды жоспарлап отырмыз. Әскери кемеге алғаш көтерілген жан міндетті түрде 1 литр тұзды су ішіп, теңізші дәстүрін орындауы қажет. Бұл сынақтан да сүрінбей өткен тілшілерді корабль капитаны құттықтап, арнайы куәлік тапсырды. Бүгін біз тілшілер қауымы кеменің өміршеңдігін сақтап қалу үшін түрлі жаттығуларды көзбен көріп, өзіміз жасап көрдік. Өте қызық, расында да міне дәл қазір біз ашық теңізге шықтық. Өте керемет, бүгін ерекше әсер алдық. Біз куә болған тағы бір теңіз дәстүрі әйелі дүниеге қыза келген офицерді борт асырып теңізге лақтыру болды. Суға малшым шыққан айыпталушы келер жолы бұл қателігін түзеуге экипаж алдында уәде берді. Қорыта айтсақ, бұл күн аса қызықты өтті. Кәрі Каспийге келесі сапарымызда жағалау бойлай орнатылған теңізшілері бағдаршама шамшақтарымен танысамыз. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24.